Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге орама нанның рецептін көрсететін боламын. Шын мәнісінде өте дәмді болып шығады. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен бізге пияз, сосын картоп қажет болады және фарш қажет болады. Барлық заттардың мөлшерін описанияда қалдырып кететін боламын. Ең алдымен біз пиязды майда етіп турап алатын боламыз. Дәл солай картопты да кубиктап бөліктерге бөліп турап шығатын боламыз. Онда кішкентай етіп майдалау етіп тураймыз. Енді оның үстіне картоп пен пиязды турап болған соң үстіне тартылған етімізді саламыз және дәміне қарай тұз, бұрыш салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, біздің салмамызды дайындап қоямыз. Ендігі кезекте біз қамырымызды илейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 стакан су, мен көп мөлшерде жасадым. Сіздер өздеріңіздің отбасыларыңыздағы адам санына қарай жасасаңыздар болады. Оның үстіне мен сосын 1 жұмыртқаны салдым. Сосын тұзды салып, жақсылап қамыр илейтін боламын. Қаттылау қылып қамыр илегеніміз жақсы. Міне біздің қамырымыз дайын, оны енді бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Енді 15 минут уақыттан соң қамырымыз тынып болған соң, оны жаюға кірісетін боламыз. Енді қамырлардың барлығын алып, біз бөліктерге бөліп аламыз. Ал ендігі кезекте біз қамырларымызды жаюға кірісеміз. Жаңағы бөлген қамырларды бір-біреулеп жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте қалың емес және өте жұқа емес, орташа көлемде жаямыз. Міне біздің қамырларымыз жайылып болды. Енді оның үстіне сұйық маймен үстін майлап шығамыз. Қамырымызды толықтай бір тексет майлап шықтық. Енді оның үстіне жаңағы біздің салмамызды, оны да толықтай бір тексетіп жайып шығамыз. Ішіне салып шығатын боламыз. Сосын қамырды бір шетінен алып, видеодағыдай ораймыз. Сосын манты қазанымыздың астын міндетті түрде майлап аламыз бірінші, сосын қамырды саламыз. Сосын мантымызды 40-45 минутта қайнап тұрған буда суда пісіріп алатын боламыз. Біздің қанымдарымыз, яғни орама нанымыз біздің өте дәмді болып шығады. Шын мәнісінде өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.